Так, жігіттер, таксиге готовый вариант. Алдың сразу ішке шықтың. Епішінің қырғыздар екен. Страховкасы декабрға чейін екен. Қоштырып алып, дальше іштеп тұрсаңар болады дейді. Kia Rio 2018 1.6 автомат. Ешқандай ограничение, запрет жоқ дейді. Летний дөңгелекте, литые диски. Төрт стеклоподъемник. Ішке авалын көріп тұрсыңар, а? Чехолдор мощный екен. Көліктер салып қойып тұр. Мультируль. Прибор панельді ошибкасы жоқ. 581 мың пробег екен. Лобовойда трещинасы жоқ. Штатный магнитофоны, кондиционер, подогрев руля, подогрев передних сидений, чехолын алып көріп тұрсыңар, мощный екен. Эво көліктерді салып қойып тұрып, подлокотниктерді қойған. Так, басына келсек туғандар. Готовый вариант. Алдың, сразу ішке шықтың. Страховкасы бар екен. Қаласаң переоформление, ешқандай ограничение, запрет жоқ екен. Любой паркта іштесеңер болады екен. Басына 680 мың деп қойды. Бұл айтылыш басы торг болады туғандар. Чалып сөйлешіп көріңіздер. Машинаны авалын көріп тұрсыңар. Пароктор тегіс. Так, вин номерді паузаға қойып тұрып тексересіңер. Так, арт жағына пароктор тегіс, чехол авал жақшы. Мынандай подсветкаларды қойып тұр. Көріп тұрсыңар, подсветкалар бар. Эво көліктер салып қойған. Так, детальдарына келсек. Передний водительский ящик оригинал. Арт жақ пассажирский оригинал. Стоп фонарьда трещинасы жоқ. Крышка багажник оригинал. Заклепкалар орнында тұрады. Қазан жағын көрді азыңар. Так, қазан жағы тегіс. Өте соң состояниеда. Так, бұл да ешік оригинал. Пароктор тегіс, салонча авал жақшы. Бұл да ешік оригинал екен. Так, мотор жаққа келсек. Бұл капот оригиналы, не болған білмеймін, бірақ өте не болыпты да, ремонт болып тұр. Бұл китайский екен, капот китайский екен. Өте қатты ремонт болыпты да. Так, крыло өзінікі оригинал. Лонжеронда тегіс мотор көріп тұрсыңар, мая қанжелер жоқ, вроде тихо іштеп отырады, экран орнында. Бұл да крылосы оригинал екен. 680 мың торг. Друзья, у нас на продаже Kia Rio 18 года, 1.6 автомат с оригинальным пробегом 581 тысяч. Все детали получается, капот китайский, все остальное в оригинале. Юридически чистый, никаких, говорит, запретов, ограничений нету. Цена 680 тысяч плюс торг у капота, друзья. Всем удачи и хороших покупок.